Баршаңызға сәлем, есімім Назира, каналыма қош келдіңіз. Қыздар бүгін балықты керемет, сочный етіп, сыртын қытырлатып, әдемі етіп пісірудің рецептісімен бөлісемін. Видеомды соңына дейін қарап, менімен бірге осы тағамды жасап көріңіз. Енді бұл тағамды жасау үшін мен ең алдымен балығымның сыртын, ішін, бүкіл жерін тазалап, жақсылап жуып, дайындап алдым. Сосын, мына жерде видеода көріп тұрғандарыңыздай, арасын жиі етіп, кесіп, осылай дайындап алам. Екі жағында каналыма тіркеліп, лайк басып, егерде рецепт ұнаған болса, достарыңызбен бөлісіп қойыңыз. Негізі қыздар балықты жиі жеп тұру керек. Балықтың адамның ағзасына деген пайдасы өте орасан зор. Бұл адамның ағзасында холестеринді төмендетеді. Егер қан ұйыған болса, ұйыған қанды сұйылтады, көру қабілетін жақсартады. Сосын тырнақ, шаш, сүйек, солардың бәрін қатайтып жақсартатын болады. Енді көріп тұрғандарыңыздай балығымды тек қана тұздаймын. Ешқандай дәмдеуіш, қарабұрыш, еш нәрсе қоспаймын. Жақсылап тұздап, бір сағатқа қойып қоямын, тұз сіңгенше. Сосын аламын да ішіне кәдімгі пиязды осылай турап, жіңішке етіп балықтың ішіне салам. Сол кезде балықтың іш жағы сочный, әдемі болып піседі да, сырты қытырлап, қытырлап, керемет болып пісіп шығады қыздар. Осы рецепт бойынша міндетті түрде жасап көріңіз. Ой пікіріңізді комментарий бөлімінде қалдырып қойыңыз. Сосын балығымды жақсылап ұнға аунатып аламын. Осылай әдемілеп аунатып аламын да, мен табаға майымды қыздырып, уже дайындап қойдым. Сол қызып тұрған майға балығымды салып қуырып аламын. Неге менікі үлкен болғандықтан, бірақ балық сыйды, ол құйрығы сыймай қалды. Ол ештеңе емес, қазір құйрығын кесіп алып тастай саламын. Негізі балықтың құйрық жағын өзім жақсы көрем. Қуырылған кезде қытыр етіп, әдемі болады, қытырлаттырып, шайнап тұрып жегенде керемет. Жарайды, енді сыймай қалды ғой, кесіп алып тастай салайын. Осылай екі жағын қызартып, әдемілеп, бір жағын шамамен 5 минутта, екінші жағын 5 минут, орта отта, шілей баяу емес, шілей қатты емес, орта отта осылай қуырып аламын. Негіз қыздар, балықты неше түрлі жолмен қуыруға болады. Духовкада да пісіруге болады, қайнатып та жеуге болады. Мінекей, мен балықтарымды қуырып дайындап алдым. Қараңыз, қандай керемет, өте дәмді болып шықты. Енді мен бұны ауызашарға дайындадым. Міндетті түрде осылай жасап көріңіздер. Өте дәмді. Енді бұл балықтың дәмін үйдегі главный дегустатор балықтың дәмін көретін болады қазір. Каналыма тіркеліп, лайк басқандарыңыз үшін көп рахмет. Астарыңыз дәмді болсын. Ораза тұтқан кісілер, оразаларыңыз қабыл болсын. Сау саламатта болыңыздар. Менің каналымнан алыстамаңыз. Менімен бірге болғаныңыз үшін көп рахмет.